атқаны ең қиынын өз ауылдың иттері үріп қапқаны деген. Достар, білесіздер, мынау Айбалта YouTube каналының жүргізуші Эльмар Құсайынов деген бар, Марғұлан Боранбайдың досы. Солар кезінде енді біздің артымыздан өсек айтып күліп, міне мынау видеосы бар, Марғұланға жіберген записи. Брат, я вот внимательно сейчас прослушал твое голосовое сообщение. Я тебя, ты же знаешь, я себя абсолютно полностью поддерживаю. Чё Мирам, чё Хуат, они занимаются галимым популизмом, блядь, всякой хуйней, блядь. Ты знаешь мое отношение к ним, блядь. Они занимаются неправильной вещью. Они неправильно оценивают происходящее и потом занимаются всякой хуйней. Это я знаю. Ты занимаешься практическими нужными вещами. Тем более ты растешь, это заебись. Все, что нужно было сделать для того, чтобы ты рос, и все, что нужно было сделать для того, чтобы ты двигался прямо. Міне, орыс тілді нацпатриоттар, Марғұлан Боранбай, Эльмар Құсайынов, тағы кімдер, Ұлықпан Ахмедияров, Диас Құзайыров, Ерғали Көпеев, Динара Егеубаева, олар бұлайды билікті де қолдайды. Және орыс тілін қолдап, жастарға орыс тілінде патриот болуға болады деп бір басқа жолды көрсетіп жатырды. Енді қызық, өздері ватамен күресетті, бірақ өздері тек орысша сөйлеседі. Қазақ тілінде жүргізбейді эфирлер. Және де ең масқара нәрсе тарихта қалатын, біз қазақ тілді ұлтшылдарға үстімізден арыз жазып, білесіздер, Диас Құзайыров КМБ-ға жазды. Енді Марғұлан Боранбай білмеймін, енді ол басы істейді, анау секілді өз тіліне ие болады. Енді ол ашық емес, енді тығылып Мейрам Қанапияға звондап айтты, сосын бір саясаткерге Түркияға звондап скриндарын жіберіп, сондай бір қалай ашық емес, енді ол тәжірибесі бар да, кураторлары бар, өзі солармен жұмыс істегесін білетті, енді ондай ашық Диас секілді топас емес. Енді Эльмар Құсайынов соның досы Айбалтан. Соны бүгін Дохаға шайын деп атқанда самолеттан ұстап апты, енді Қазақстаннан шығуға рұқсат бермепті. Терроризм статьясымен енді күдікке ілініпті, шығармай қойыпты. Енді мен қарап отырмын, алдында мысалы Адылжан Абдуғалиев, Қуат Ахметовті соттату керек деді, билікті қолдады, КМБ-ні қолдады, ислам дінін балағаттап, жаман сөздер айтты, дінге қатысты. Енді ол қазір қай жерде? Енді түрмеде. Билікті қолдаған Марғұлан Боранбай не болды? Отырып шықты. Енді қараңдар, достар, ең басты нәрсе, біз ешқашан өз қазақтарымызға арыз жазбағанбыз. Және де біздің жауымыз кім екенін білемізді. Енді бұл топастықта мен қазір эмоцияға беріліп, ананы соттату керек, Марғұлан Боранбайды соттату керек, Диасты соттату керек деп айтсам, бұл үлкен қате болады. Өйткені интернет бәрін сақтайды. Болашақта айтады. Сен не болды? Қазақтар бір-біріне, жарайды, 30-шы жылдары сондай қиын заман болды, атып өлтіретін бүкіл ұлтқа геноцид жасады, түсінем. Қазір 21-ші ғасыр, интернет бәрін сақтайды. Енді бұларды білесіздер, басын біріктірді, сосын бір бағыт берді. Сол бағытта жұмыс істейді. Марғұлан Боранбай, Динара Егеубаева, Диас Құзайыров,
Эльмар Құсайынов, Ерғали Көпеев, бұлар бәрі мына бір шеңбер сызық қойғанда, шеңбер, сол шеңберден шыға алмайды. Бірақ ең бұл қате бізге қарсы шыққан. Мейрам Қанапия, маған. Мысалы, кезінде де Марғұлан Боранбай Мейрамды алып қалғысы келді. Енді Мейрамның басы істейді ғой, ол иә деп шығып кетті. Енді қазір мынау Эльмар Құсайынов ашық айтып жатыр да, ашық айтып жатыр, қараңыздар. Міне Марғұлан Боранбайдың досы не айтып жатыр? Для того, чтобы ты рос, и все, что должен сделать для того, чтобы ты двигался прямо, правильно, прямо и четко, уверенно. Я все, что можно было сделать, я приложил к этому определенные усилия. Теперь я отошел в сторону. Я буду заниматься бизнесом, братан. Я же тебе объяснил. У меня сейчас большие шикарные направления. Я работаю и с теми, блядь, с разными противоборствующими сторонами. Я буду заниматься бизнесом. А Куата, блядь, ну, что я могу сказать? Если Куат поймет. Я ему попросил, позвони мне, давай встретимся. Если он встретится со мной, хорошо. Я ему еще раз популярно объясню. Если не встретится и будет он дальше ходить и дальше разжигать, я уверен, что турки его сами депортируют. Поверь мне. Они не будут с ним церемониться. Нахуй он нам здесь им сдался. Они его просто салам алейкум сделают и депортируют либо в Казахстан, либо в Россию нахуй. Қараңыздар, Марғұлан Боранбайдың достары, командасы қандай? Маған қастандық жасап жүрді. Мен мысалы Марғұлан Боранбайға, Эльмар Құсайыновқа, оларға бір жамандық қаламаймын. Иә, ол бір американдықтар айтқанда, иә, да, он сукин сын, но он наш сукин сын. Иә, ол сатқын, бірақ ол біздің сатқындарды енді көбісі қорыққаннан, немесе білмеймін, енді түсінеміз да, олар Қазақстанда. Оларға қарсы ештеңе енді сотталмай-ақ қойсын. Бірақ олар бізді соттатамыз деген бұл үлкен қатеді. Болашақта енді бұлар дәл қазір қазақ тілді қазақтар үшін олар білетті, ақ қараны ажырата алады. Солай достар, соны айтқым келді. Осында Эльмар Құсайынов деген Марғұлан Боранбайдың досы бар. Сол мені тұтқындап Қазақстанға әкелсін деп, мен солай маған жамандық қалаған адамды. Қазір өзі Қазақстаннан шыға алмай қалды. Сондықтан күлме досқа келер басқа дейді қазақта. Біздің ата жауымыз білесіздер кім екен. Бірақ Ахмет Байтұрсынов атамыз айтқандай, қиын емес дарға асқаны, атқаны, ең қиын мен үшін өз ауылдың иттері үріп қапқаны деген осындай сөз бар. Сондай бір ойларым бар, достар. Жалпы бұлар өздері ұлтшылдарды бөлінді. Бұлар орыс тілді, по понятиям жүретін Марғұлан Боранбай, Эльмар Құсайынов, Диас, олар өздері бөлініп, сол бұрынғы Қазақстан, ресейшіл, орыс тілді Қазақстанда қалғысы келеді. Бұлар өзгергісі келмейді. Жоқ, біз өзгереміз, иә, болды, біз қазақпыз, ұлтшылмыз, қазақ тілін. Жоқ, оларға қалай ыңғайлы, солай жүре бергісі келеді. Удобно да, оларға ыңғайлы. Ал біз ұлтшылдар, біздің мақсатымыз бір тіл, бір мемлекет, және де қазақша сөйлеу ол қылмыс емес. Және де болашақта Қазақ Республикасы
болу үшін біз сол жолда күресеміз, Алаштың жолында. Біз анандай екі жүзді болмаймыз. Анау аудитория русскоязычная, енді международный стрим деген топас әңгіме. Международный сонда не? Кілем орыс тілді совок вата дейді, олар, өздері сол вата секілді орысша жүргізеді. Онда нағыз ватник солар ғой. Сонда бір ойларым бар, егерде сіздер қалай ойлайсыздар? Біз солай қазақ тіліне көшу керекпіз бе? Әлде солай удобно, международный язык деген қайдағы орыс тілі мен үшін международный язык емес. Иә, мүмкін біреуді түсіну үшін сөйлейміз шығар украиндықтармен, бірақ қазақтармен сөйлескенде біз жас ұрпаққа, ұлтшылдарға үлгі болу керекпіз. Егерде біз ұлтшыл бола тұра эфирлерімізді орысша жүргізсек, біз қандай жас қазақ айтады ғой, көке, аға, сен қандай ұлтшылсың? Сен өзің эфирлеріңді орысша жүргізіп жатсың. Сен жастарға қандай үлгі боласың? Сондықтан кейбіреулер айтады ғой, солардың заманы комсомол, коммунистер қартайып өлмегенше өзгермейді. Ал біз өзіміз өзгеру керекпіз. Өзіміз қазақша жүргізу керекпіз. Өзіміз жастарға үлгі болу керекпіз. Сол